қазақстандықтардың Ұлы Отан соғысы шайқастарына қатысуы. Ұлы Отан соғысы 1941 жылғы 22 маусымда басталып, 1945 жылғы 9 мамырда аяқталған. Кеңес одағы мен фашистік Германия арасындағы соғыс. 1941 жылы 22 маусым күні, таң ата, Германия Кеңес одағына соғыс жарияламастан тұтқиылдан шабуыл жасады. Бұл операция Барбаросса деп аталды. Неміс әскері 3 бағытта шабуылдады. Ленинградқа, Мәскеуге, Украина мен Кавказға. Ұлы Отан соғысы жылдары әрбір 5-ші қазақстандық майданға аттанды. Қазақстаннан 1.200.000-нан астам адам әскер қатарына шақырылды. Қазақстанда 12 атқыштар және 4 атты әскер дивизиясы, 7 атқыштар бригадасы, 50-ге жуық жеке полктер мен батальондар құрылды. Қазақстан майданды азық-түлік, киім-кешек, қару-жарақпен қамтамасыз етті. Зауыттар майдан қажетіне сай өнімдер шығарды. Көптеген зауыттар Украина, Ресей сияқты батыс өңірлерден көшіріліп, Қазақстанға орналастырылды. Әйелдер мен балалар ауыр өндірісте жұмыс істеп, егін екті, мал бақты. 312-ші атқыштар дивизиясы Қазақстанда құрылған әскери құрамалардың алғашқыларының бірі. 1941 жылы құрылды. Мәскеу түбіндегі шайқаста батырлық танытып, фашистерді тоқтатуға үлкен үлес қосты. Ленинград түбіндегі шайқасқа, Орел-Курск доғасы, Польша мен Германия жеріндегі ұрыстарға да қатысты. Дивизияны алғашқы құрылған кезінде генерал-майор Александр Федотович Наумов басқарды. Мәскеу үшін шайқаста ерекше көзге түскен 316-шы атқыштар дивизиясы, 238-ші атқыштар дивизиясы, 1075-ші атқыштар полкі. 316-шы атқыштар дивизиясы Алматыда құрылды. Генерал-майор Панфилов басқарды. Дивизия ерлік үшін Қызыл ту орденімен марапатталды. 238-ші атқыштар дивизиясын полковник Коротков басқарды. Дивизия Қызыл ту орденімен марапатталды. 30-шы гвардиялық дивизия болып қайта құрылды. 1075-ші атқыштар полкі танк жойғыштар тобы 316-шы дивизияның құрамында болды. Саяси нұсқаушысы Клошков, Ресей кең байтақ, бірақ шегінерге жол жоқ, артымызда Мәскеуде борандатты. Мәскеу түбіндегі шайқасқа қатысқан қазақстандық батырлар Мәлік Ғабдуллин, Бақтыораз Бейсекбаев, Төлеген Тоқтаров және тағы басқалары. Мәлік Ғабдуллин Кеңес одағының батыры. Жау танктерін қағып, автоматшылар тобы өз бөлімшелерін оның басшылығымен қоршаудан шығарды. Бақтыораз Бейсекбаев Масловтың экипаж мүшесінде болды. Нөмірі 1-ші жанып жатқан ұшағын жауға түсірді. 1998 жылы халық қаһарманы атағын алды. Төлеген Тоқтаров Кеңес одағының батыры. Неміс штабына басып кіріп, 5 неміс офицерін жойды. 1941 жылы қазан-желтоқсан айларында Мәскеу маңындағы Волоколамск бағытында Бауыржан Момышұлы жаудың Мәскеуге шабуылын тоқтатуда үлкен рөл атқарды. Қысқа уақытта шегінбестен қорғаныс жүргізіп, немістердің бірнеше шабуылына тойтарыс берді. Жаудың танк, мотоатқыш және жаяу әскер бөлімдерін үлкен шығынға ұшыратты. Тактикалық шеберлігі мен жоғары моральдық рухы дивизия жауынгерлеріне үлгі болды. Бауыржан Момышұлы әскери қайраткер, жазушы, 316-шы атқыштар дивизиясының құрамында болған 1073-ші атқыштар полкінің командирі. Кеңес одағы батыры атағын 1990 жылы, Қазақстанның халық қаһарманы атағын 1995 жылы алды. Артымызда Мәскеу, генерал Панфилов, офицер жазбалары тағы басқа туындылары бар. Қазақстанда ауылдарға, көшелерге, республикалық әскери балалар мектебіне Бауыржан Момышұлы есімі берілді. Панфилов, Момышұлы полкі дивизияның арқа сүйер тірегі деген. Бауыржан Момышұлы туралы Александр Бек Волоколамск тасжолы атты кітап жазған. Ленинград үшін шайқас 3 жылдан астам уақытқа созылды. Елдің бүкіл солтүстік-батыс бөлігін қамтыды. Шайқаста 310, 314, 316-шы атқыштар дивизиялары ерекше көзге түсті. Балтық флотында Қызыл тулы бір ғана Киров крейсерінде 156 қазақстандық жауынгерлер сапта тұрды. Ленинград үшін шайқаста ерекше ерлік көрсеткен батырлардың бірі Сұлтан Баймағамбетов Кеңес одағының батыры атағымен қайтыс болғаннан кейін марапатталды.
Жаудың бункерін кеудесімен жауып, ерлікпен қаза тапты. Дүйсенбай Шыныбеков, 48-ші атқыштар дивизиясының мергені. Мерген ретінде 174 жау солдатын жойып, ерекше көзге түсті. 1944 жылы Эстонияның Нарва қаласы үшін болған шайқаста ерлікпен қаза тапты. Қызыл жұлдыз ордені және тағы басқа медальдармен марапатталды. Әлия Молдағұлова 22-ші армияның құрамындағы 54-ші арнайы атқыштар бригадасына мерген болып тағайындалды. 1944 жылдың қаңтарында Ленинград-Новгород операциясы кезінде Псков облысы, Казачиха ауылы маңындағы ұрыста ерлікпен қаза тапты. Сталинград үшін шайқасқа қатысқан батырлардың бірі Ғани Сафиуллин. Полковник, 73-ші гвардиялық дивизияның командирі. Жаудың 120 танкісі мен 800 автомашинасын жойды. Нұркен Әбдіров Кеңес одағының батыры, ұшқыш, өз ұшағын жау танктерінің шоғырына құлатып қаза тапты. Толыбай Мырзаев. Туған жері Оңтүстік Қазақстан. Павлов үйін қорғауға қатысты. Тимофей Пазолотин. 17-ші гвардиялық танк полкінің командирі. Дон, Волга өзеніндегі шайқастарға қатысты. Ізғұтты Айтықов. Кеңес одағының батыры. Батыс Двина өзенінен өтіп, Полос қаласын азат ету кезінде ерлікпен қаза тапты. Ерлігі үшін Қызыл жұлдыз. 1-ші және 2-ші дәрежелі даңқ ордендерімен марапатталды. 1943 жылы Орал облысынан майданға 24 қазақ қызы аттанды. Подольск қаласындағы мергендер мектебін бітірген соң, Сталинград майданында Тоқтамысова, Мамынова, Нестеренко, Семеник тағы басқалары болды. 73-ші гвардиялық дивизия шайқаста көрсеткен табандылығы мен ерлігі үшін Сталинградтық деген құрметті атақ алды. Невель қаласы үшін шайқас. Мәншүк Мәметова. Пулеметші, аға сержант. 1943 жылдың 15 қазанында Невель қаласы үшін болған ұрыста ерлікпен қаза тапты. Ол жаудың шабуылына қарсы жалғыз өзі пулеметпен тойтарыс беріп, 70-ке жуық дұшпанның көзін жойды. Ыбырайым Сүлейменов. Снайпер. 1943 жылдың қазан айында Невель қаласы үшін болған ұрыста қаза тапты. 289 фашисті жойып, Ленин орденіне ұсынылды. Әбілқайыр Баймолдин. 100-ші Қазақ ұлттық атқыштар бригадасының командирінің орынбасары. Невель қаласын азат ету ұрысына қатысып, кейін қала коменданты болып тағайындалды. 1944 жылдың 4 қаңтарында Старосемя деревнясы маңындағы шайқаста ерлікпен қаза тапты. Днепр үшін шайқасқа қатысқан батырлар. Қойгелді Аухадиев. Кеңес одағының батыры. 5 фашистік танкпен өздігінен жүретін Фердинандты жойды. Днепрден алғашқылардың бірі болып өтті. Жәнібек Елеусов 6-шы гвардиялық атқыштар дивизиясының 25-ші гвардиялық атқыштар полкінде пулеметші. Қазақтың ең жас кеңес одағы батыры. Днепрден өту шайқастарына қатысқан жауынгерлерге кеңес одағының батыры атағын 73-ші гвардиялық дивизияның 210 жауынгеріне, 72-ші гвардиялық дивизияның 29 жауынгеріне, 8-ші атқыштар дивизиясының 46 жауынгеріне, Әлімбетов, Сүлейменов, Жақсығұлов сияқты тағы басқа батырларға берілді. Қаһарман партизандар. Украинаның партизандық құрамалары мен отрядтарында 1500 қазақ шайқасты. Ленинград облысында 220-дан астам қазақ шайқасты. Смоленск облысындағы ұрыстарға 15 партизан бригадалары мен отрядтарында 270 қазақстандық қатысты. Белоруссияның әртүрлі аймақтарында әрекет еткен 65 партизан бригадалары мен отрядтарының құрамында 1500-ден аса қазақстандық болды. Соғыс жылдары партизан қозғалысына 3,5 мыңға жуық қазақстандықтар қатысты. Партизан қозғалысына қатысқандар Ғалым Ахмедияров, Ғалым Омаров, Нұрым Сыдықов, Қасым Қайсенов, Әли Шәріпов, Тоқтағали Жангелдин және тағы басқалары болды. Нұрғаным Бәйсейітова, Тұрғаш Жұмабаев, Жамал Ақайдылова сияқты қазақстандық әйелдердің партизандық қозғалысқа қатысқандары да болды. Қазақстандық кеңес одағының батырлары. Әлия Молдағұлова мен Мәншүк Мәметова Ленин орденімен және алтын жұлдыз медальдарымен марапатталған алғашқы әйел адамдар. Кеңес одағы батыры атағымен 497 қазақстандық марапатталды. Бигелдинов, Беда,
Павлов, Луганке 2 рет марапатталды. Соғыстың басынан аяғына дейін әскери бөлімдер ретінде шайқасқан 12 қазақстандық дивизияға құрметті атақтар берілді. 5 дивизия гвардиялық дивизияға айналды. Даңқ орденінің толық иегері атағына 110-нан аса адам қазақстандық ие болды. Берлинді басып алуға қатысқан батырлар: Сағадат Нұрмағамбетов, Кеңес одағының батыры, Қазақстан Республикасының бірінші қорғаныс министрі. Берлин үшін соғыста өз жауынгерлерін бастап кірді. Құдайберген Мәденов, Рахымжан Қараманов 18-ші атқыштар полкының туын Берлин мэриясының төбесіне тікті. Рахымжан Қошқарбаев, Кеңес одағының батыры, Қазақстанның халық қаһарманы. 1945 жылдың 30 сәуірінде Рахымжан Қошқарбаев пен жауынгер Григорий Булатов Рейхстагқа бірінші болып жетіп, жеңіс туын тікті. Берлинді алу операциясына қатысқан қазақстандық батырлар: Пірімжар Наурызбаев Қызыл ту орденінің иегері, взвод командирі. Құлинар Үсенбеков ұрыста көрсеткен ерен ерлігі үшін 1-ші дәрежелі отан соғысы орденімен марапатталған. Саттар Жақанов Австрия, Венгрияны басып өтіп, Берлинді алуға қатысқан.